Міне құрметті ағайын, ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеом осы подштор жайлы болады. Қалай жасалады, сол бойынша видео түсіретін боламын. Сіздер лайк басып, коммент қалдырып, тіркеліп отырыңыздар. Мен жұмысты жабыстырып қойдым. Полный енді малярный краска жұмыстары бар майда шүйде. Осыған дейінгі жұмысты түсірген болатынмын. Оған бірінші направляющий болса кесіп алу керек. Направляющийді ортасынан болгардан кесіп аламыз. Сонда осылай болып шығады. Одан кейін осылай қадап шығарып қоймайды. Мына отпен жасаған қысқа алып соның бәрін жоғалтып аламыз. Стенадан былай 20 сантиметр бері қарай обивашқа атылады. Терезенің көлемін зерттеп, осы гипсограмманы жасай береміз. Мына жерде шеткі тайтынады. Біз көбінесе негізі каталог жасаған кезде гипсограмманы біз автобтарды осылай алып қоямыз, подштор жасауға. Шетіндегі заводской жағы өйткені шеті түзу болады, сосын кейін окантовочный болады оның бәрі. Оны астына қарап жібереміз, осы заводской жағына кесілген жағын жоғарырақ жібереміз. Сонда мына кесілген жақтары көрінбей әдемі болып тұрады. Желатынның осындай шетіндегі гипсограмманың шетінен жасаған дұрыс болады. Anam boş böyle bir şey var. Hayvan.
Так, міне қазір дайын. Осылай дайындап аламыз жерден. Енді потолокқа апарып білетін боламыз. Мына жерге. Қазір осылай қойып қояйын.
Kahve bir çalalım. Öyle olmuyor lan hayatım. Қазір іліп қойдық. Енді галтелі жабысады. Сонда әдемі болып шығады.
Міне құрметті ағайын, галтель жабысты. Енді бояйтын майда жүйде жұмыстары бар әлі бұның. Просто галтель жабысып тұр қазір. Былай көрсететін болсам, міне жақыннан. Міне гипсокартон осылай көрініп тұрады. Бұны да ағартып жібереді. Стенадан, в общем, 20 сантиметр, 19-20 сантиметр алынады бұндай размер ше. Соны обивашкамен атылады, сонымен сол бойынша қатырылады бұл. Алдын жасағанбыз, алдыңғы орны мына жерде тұр. Бір гипсокартонға турлай салған болатынбыз. Енді кішкентай болып қалды. Соны қайтадан алып ұзартып жібердік қазір. Ешқандай монтажсыз салынып жатыр бұл видео. Бізде жұмыс барысы болса, қалған жұмыстарды тағы да бөліп салып отырамын. Қазір наливнойға дайындап жатырмыз, жайлап үстіңгі этажда, астыңғы этажда потолок жүріп жатыр. Еккаш жүріп жатыр. Ал ағайын, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сұрақ болса қойып отырыңыздар.